Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML атрибуттары форма. HTML атрибуттар мен форманың жоспары атрибут, Sublime Text плагин emit, атрибут түрлері title, lang, div, class, data, форма және де форма түрлері. Тег дегеніміз алдыңғы сабақта өтіп кеткенде, мысалы a дегеніміз ол бізде тег болып табылады. Ал атрибуты оның title, қандай да бір сипаттама беру біз туралы, және де класстың сипаттамасы, меню, link біз туралы деген сөз экранға шығарып береді. Бұл бізде сілтеменің тегінің атрибуттары және де сипаттамалары. Сол сияқты бізде тегтер өте көп. ID, класс, data бұл бізде атрибуттар. Оған стиль береміз, title, id, crc дегеніміз сурет қойған кездегі атрибуттар, href дегеніміз ол сілтеменікі, target, lang, charset, width, height, border. Алдыңғы сабақта кестеде өткен кезде бізде table деген тегтің атрибуты border болды. Бізге кестені шығарып беру үшін align атрибуты ортасына, оңға, солға қою үшін, bg color, face, size, color. Сол сияқты атрибуттар өте көп. Біз алдыңғы сабақтарда айтқандағыдай 80-20 ережесін қолданып html.book.ru сайтынан көре аламыз. Келесі мысалға келетін болсақ, бұл мысалды жасау үшін міндетті түрде әрине файл құрамыз. Файлды Sublime Text'те ашамыз. Алдыңғы сабақта кестені жасаған болатынмын. Ендігіде мен мысал бойынша моя портфолио құрамын. Қалып қалды. Кодты бодидің ішіне жазамын. Тайтылға моя портфолио. Мое портфолио. Бодидің ішіне, яғни денесіне h1 мой портфолио деген сөз шығу қажет. Мінеке, мой сайт портфолио деген сөз шығару қажетпін. Мұнда көрініп тұрғандай, мой сайт портфолио, мои контакты, я в соцсетях дегендердің барлығын заголовок, яғни әртүрлі өлшемде беріліп тұр. H1-ге жазу, H1, H2 деп жазуымыз қажетпіз. Sublime Text'ті ашайын. Сонда ең біріншісі бізде үлкен болғандықтан H1. Сөзді ауыстырамын. Мой сайт портфолио. Ары қарай H2. Және де айта кететін тағы да бір жайт, ертең қазір біз HTML сайттың құрылысын өтіп жатырмыз. Егер де CSS сайттан дизайн өтетін болсаңыздар, бізге блоктық элементтермен жұмыс істеген ыңғайлы болады. Блоктық элементтерге div жатады. Divтің ішіне, яғни мен келесі мой контакты деген сөзді мен блокқа алып жазамын. Айтқан болатынбыз, блоктық элементтердің ішіне сызықтық элементтерді жазсақ болады деп. Сызықтық элементтеріміз h2, мои контакты. Келесі h3, я в соцсетях. Я в соцсетях.
мен неге мына қайта әріптерді жазып отыр десеңіздер, менде клавиатурада әріптер өзгеріп кеткендіктен мен соларды табуым біраз қиын болып тұр. Я в соцсетях жазылды. Ctrl+S пенен сақтап ашып көрейік, не шықты екен. Браузерде мой портфолио, мои контакты, я в соцсетях деген сөздеріміздің барлығы шықты. Ары қарай бізде тізімдер кетті. Тізімдер дегеніміз мінекей, яғни маркированный тізім. Я ВКонтакте, я ВК, я Facebook, Twitter. Тізімді біз UL-ге жазамыз. Тізім құрып береді бізге маркированный UL. Бұның барлығымыз сабақтарда өткенбіз. Ары қарай ли. Тег бұл атрибут емес. Ары қарай бізде ссылка. Сілтеме. Сілтеме бізде қазір ешқайда бармайды. Қалдырып кесе берсек болады. Я ВКонтакте. Я в ВК десайық. Және де дәл осындай тағы да екі тізіммен сілтемеміз бар. Я в Facebook. Және де Twitter. Twitter'да қысқаша жазылайын. Facebook'та да жазылайық қысқартып. Барлығы мысалдағыдай болсын. Және ВКонтакте. Ctrl+S. Браузерді ашып көрейік. Мінекей біздің сілтемеміз тізім, маркированный тізім ретіндегі сілтемеміз шықты. Ары қарай обо мне деген сөз. Үлкен болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай, оны H2-ге жазайық. Обо мне. Және де сурет көрсетілген. Суретті кез келген сурет қойсаңыздар болады. Және де қараңыздар, мен бағана айтып кеткен болатынмын. Біз кодымызды әр дифке алып отырған ыңғайлы болады. Дизайн берген кезде де сол сияқты мои контактыны біз блоктық элементке алдық. Ары қарай я в соцсетях дегенде блоктық элементке алайық. Элементтерді аламыз. Және де оны жабамыз. Мына жақта я и мои контакты дегенімізді жеке блокқа емес, оны да осының ішіне қойып жіберейік. Және обо мне де блокқа алайық. Ctrl+S. Қазір ештеңке өзгермейді бізде. Блокқа алғанымыздан. Ол ертең CSS-ті қолданып, сайттың дизайн жасаған кезде бізде класспенен, идентификаторлармен жұмыс істейміз, сол кезде қажет болады. Блокпен жұмыс істеген. Ары қарай сурет қою қажетпіз. Суретті обо мне ішіне тағы да бір мен блок ашамын. Сол блоктың ішіне сурет енгіземін. Суретті image деген тег арқылы енгіземіз. CSS-ға біз суретіміздің атын және де қай жерде орналасқанын көрсету керекпіз. Егер қазір сіздің суретіңіз, мен компьютерден бір қандай да суретті тауып көрейін. Суреттер бар болса, мінекей. Қандай сурет алсақ, тюльпандарды алсайын. Копировать етіп, өзімнің жаңағы ашқан файлымның қасына бұны да сақтап қоям. Тез осыны таба алу үшін. Және де осы суреттің маған аты мен кеңейтілімі қажет. Оны көрсетемін. Ctrl+S.
бірақ ол өте үлкен көлемде. Оны өзгерту керек. Көлемін өзгертетін болсақ, біз width деген тегті қолданамыз. 200 деп берейік. Және де биіктігі height. Оны да 200 деп берейін. Ctrl+S. Мінеки суретіміз кішірейді. Ары қарай моя биография. Оны да мен H3-ке аламын. Моя биография. Келесі менде қандай бір сөздер жазылып тұр. Яғни lorem ipsum деген. Ол бізде плагин emmet арқылы шығады. Және де мен P деген тегтің ішіне жазамын. Абзац деген мағынаны білдіреді. Қандай бір мәтіндердің барлығын мен P деген тегтің арасына жазуым керекпін. Онда менде мысалға lorem деген сөз керек. Шығу қажет. Lorem tab десек, менде emmet өзі сөздерді шығарып береді. Мінеки. Lorem деген өзінің emmet плагині бар. Соны жазсаңыздар болады. Плагиндегі сөзі бар. Осыны тағы да мен көшіріп қояйын. Себебі мысалда бізде 2 жолды мәтіндер берілген. Ары қарай қараңыздар, моя биографияны да мен блоктық элементке аламын. Бұл сөзді де блоктық элементке аламын. Және тағы да блок құрып, соңғы моя статистиканы жазатын боламын. Ол да менде H2. H2 моя статистика. Моя статистика. Және де менде table кесте. Көріп тұрсыздар ғой, вид проекта сделано, выкуплено дегендер менде tablеда болу қажет. Кесте түрінде. Table. Table'ның ішінде маған көмектесетін tr міндетті түрде. Tr-ның ішінде td. Яшықтарды құру керекпін. Бірінші баған, сол себепті th болады менде. Th-тан менде 3. Th дегеніміз яғни сделано, выкуплено деген бағандар менде көрініп тұру қажет. Жирный болып. Сол үшін мен баған ретінде оны жазамын. Ал қалғандарын яшық ретінде жазатын боламыз. Вид проекта. Келесі бізде сделано. Және де выкуплено. Ctrl+S. Браузерді ашып көрейік. Қанеки. Моя биография шықты, моя статистика шықты. Бірақ та көріп тұрсыздар, бордер жоқ. Сол себепті бізде осылай көрінеді. Ары қарай мен тағы да яшықтарды жазуым қажетпін. tr. tr.
арасына TD. TD'ден де 3 керек. TD'ден де 3 болғандықтан көшіріп аламын да қоямын. Және тағы да маған керек болады. 3-ші тиер. Оны да көшіріп қоя салайын. Орталарына сөз жазатын боламын. Статичных. Так, статичных. Бізде сделано 80. Және выкуплено 80 болу қажет. Ана қарай келесінде адаптивных. Адаптивных. Отыз және 20. Жақсы. Tablеміз жабылды. Тип жабылды. Ctrl-S. Браузерді ашып көрейік. Барлығы тура осы мысалдай шықты бізде. Жақсы. Келесі енді қараңыздар. Бұл мысалды түсіндіре кететін болсақ, жаңағы біз айттық қой атрибуттары бар деп. Яғни сілтеменің атрибуты бұл жерде таргет деп көрсетіп тұр. Blank дегеніміз біздің браузерде ашылатын ссылкамызды басқа бетте ашып беру. Я ВКонтакте дегеніміз мысалы осы бетте ашсақ та болады. Болмаса қосымшадағы да бізде бет қосылып ашылуы да мүмкін. Соны да көрсеткен болатын. Осы соны көрсетіп тұр. Parent, top, self дегеніміз, яғни бұл автоматты түрде ашылады сол браузерде, ал blank дегеніміз басқа бетте ашылуы. Сол бойынша қысқаша түсініктеме. Сол бойынша қысқаша түсініктемелерді айтып өттім. Енді назарларыңызға рахмет.